Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен жедел жәрдем қызметкері Ташен Мұхаммед-Әли. Бүгінгі айтылатын тақырып инсульт. Инсульттің түрлері, инсультке алып келетін факторлар, осы туралы айтатын боламыз. Ең алдымен инсульт дегеніміз не? Инсульт дегеніміз ми қан айналымының бұзылуы салдарынан пайда болатын патологиялық бұзылыс. Яғни инсульттің негізінен екі түрі болады. Геморрагиялық және ишемиялық. Ең бірінші геморрагиялық және ишемиялық инсульттің ішінде ишемиялық инсультты айтатын боламыз бірінші. Ишемиялық инсульт дегеніміз не? Ишемиялық инсульт дегеніміз ми қан тамырларының тарылып қалуы салдарынан, немесе тамырдың бітеліп қалуы салдарынан миға қанның баруының қиындауы. Бұл кезде ми уақыт өте келе өлеттене бастайды. Яғни ми қан тамырларын көріп тұрғандарыңыздай суреттегі, және осыған бір жерге мысалы тромбтың тұрып қалуы деп айтсақ болады. Тромб тұрып қалады, миға қанның баруы қиындайды. Ол мидың қай бөлігінде екеніне байланысты. Және соның нәтижесінде мида өлеттене бастайды. Негізінен бүкіл инсульттің 80%-ін жобамен 80-85%-ін осы ишемиялық инсульт құрайды. Ишемиялық инсульт кезінде, нәтижесінде науқас ишемиялық инсультке шалдыққан кезде, болған кезінде тез арада 4 сағатқа дейін дәрігерлік көмек көрсетілу керек. Жедел жәрдем келіп, антикоагулянттар деп айтамыз, тромбты ерітетін заттарды қолданып, одан кейін өзінің мамандар, невропатологтар ауруханаға апарып, тромбты ерітіп құрту керек. Соның нәтижесінде қан бару қайта жақсарады. Тез арада 4 сағатқа дейін десек болады. Екіншісі геморрагиялық инсульт. Геморрагиялық инсульт өте ауыр түрде өтеді. Геморрагиялық инсульт дегеніміз, яғни ми қан тамырларының жарылу салдарынан қанның миға құйылуы, яғни миға қан құйылуы деп айтсақ болады. Мидың сол бөлігінде, қанның қай бөлігінде жарылуына байланысты, қан тамырдың қай бөлігінде қан құйылуына байланысты ол адамда уақыт өте келе соның нәтижесінде паралич пайда болады. Есте ұстаңыздар, жедел жәрдем қызметкерлер немесе дәрігерге дейін қараған кезде клиникасына қарап, мүмкін ол ес түссіз жатуы мүмкін. Мүмкін осындай жағдайда болуы мүмкін, оны мынау геморрагиялық инсульт, мынау ишемиялық инсульт деп ажырата алмайды. Оны тек қана компьютерлік томография арқылы өз мамандары тексеріп көреді. Ал енді келесі инсультқа алып келетін себептері, қандай факторлар әсер етеді? Ең бірінші айтатын болсақ, жасы деп алатын болсақ, адамның жасы ұлғайған сайын қан тамырлардың қабырғасы, яғни беріктігі әлсірей береді. Ол бәріңізге түсінікті деп ойлаймын. Екіншісі, ол стресс. Көбінесе жастарда инсульт кездесіп жатады. Не себепті? Стресске жиі ұшырау салдарынан аяқ астынан осы ишемиялық инсульт, яғни кез келген инсульт дами береді. Одан кейін артық салмақтың болуы, қант диабетімен ауыратын адамдарда да көп кездеседі. Сосын кейін қан қысымы өте жоғары болып жүретін кісілерде, яғни гипертониктарда осыған қауіп өте жоғары болады. Видеоны лайк басып, жақындарыңызға жіберіңіздер.